Yo, selam dostlar. Bugün biz Aqto'be қаласына съемкаga keldik. Съемкамызды өте керемет өткіземіз деген ниеттеміз. Енді Құдай қаласа, сол сіздерден өтініш, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетейік. Біз осындай керемет локацияға келдік. Осы жерде киномыз түсіріледі. Өте керемет. Емес пе неге айтқан не? Мен ойды айтқан жоқпын. Мен айтқан ұстапай дедім. Қыздар, мен сендерді жинаған себебім мына кітап мұхит тыныштығы деп аталады. Мен бұл кітапта бір оқиғаға тоқталып қалдым. Тыңдаңдар, ол қандай оқиға? Көрдіңдерші? Жоқ, ол бізбен араласқысы келмейді. Бүгін ғана мүлдем жоламандаршы деді. Тоқта. Ал егер де оның ренжіп жүрген нәрсесі адам болмаса ше? Мүмкін уақыт, махаббат, тәрбие болса ше. Ол өзі айтып жүретін еді ғой. Ондай не істейміз? Міне осылай Береза. Мен сендерге айттым ғой, мен олай істей алмаймын деп. Егер де мен оның үйіне баратын болсам, оның інісі мен сіңлісі мен туралы барлық шындықты айтып беруі мүмкін. Неге олай істей алмай қалдың? Балалар, акцент берсеңдер, Айгерім, ты лучше суретке түсетін бола ма деген секілді. Апайларың аты не үшін өзімен өзі? Я дейді. Беріңдер, кеттік, бәрек сол жер. Үлкен рахмет достар. Мен өзімнің мектептің атынан осындай жетістікке жетіп жатқаныма қатты қуанамын. Жарайды балалар, барлығына үлгересіздер. Әйгеріммен суретке түсіп те үлгереміз. Жарай ма? Ендеше мен Әйгерімге өзімнің сұрағым бар. Әйгерім, осы жеңістің сыры неде екен? Суға көңіл бөле білмейсіз. Сол уақытта уақыт жетпейді деген секілді адам өз-өзіне түрлі шектеулер қояды. Ал біз сол шектеулерді жоя білуіміз қажет. Мотивация. Адам өміріндегі жетістік. Естіп оқушылар шулап кеткен кезде телефондарына қоямын мен. Сонда батыр бір жерге. Біздің келесі локациямыз керемет жерде съемка болып жатыр. Біздің режиссер, бізде мұғалім рөлін сомдап жатқан апайымыз, оқушылар өте керемет, жаман шулағыш екен, бірақ олар тыңдамайды, өте қиын. Біздің режиссеріміздің Ерсұлтан Тілеуов деген инста парақшасы бар. Бірақ ол айтқандардың өздері істейді. Сен кімсің? Саған не керек? Сен қазір мені ұмытып кеттің. Өзің айтатын едің ғой, мотивациялық күштердің бірі тәрбие деп. Есіңде емес пе? Ал қазір мені ұмытып кеттің. Ал егер қайтармайтын болсаңдар, мен сендерге өмір бойы ренжіп өтем. Түсінесіңдер ме мені? Ата-анамды қайтарыңдар маған. Осы жерде съемка болғалы жатыр бізде. Саған айтып тұрмыз ғой. Не ол? Ана болмаса, ана болмаса. Байма? Түзі тұр, просто ана болмаса. Камераның түсі жүрді. Түзі тұр. Онда орта тұрда болсайды. Қыздар, кеттік сөйлем. Брат, дұрыс жағынан түсін. Брат, дұрыс жағынан түсін. Біз бандит анамнан емессіз. Просто бізге... Қыздар, ұзын айтты. Ағатай, қанымыз ашты. Ақша бересіз. Емі жоқ еді. Емі жоқ. Далада тоңып қалдым. Үй жоқ балдарға ұқсамайсың. Үй жоқ балдарға ұқсамайсыңдар ғой? Что-то Үй жоқ балдарға ұқсамайсыңдар ғой? Аға, сөйле. Ачо, үй жоқ көрінсіз. Обязательно жаман киім кию қажет қой не? Сөйлегенде қыздар алдап таңдап. Ана, сен өзің сезін қатты тиіп атпасаң. Деген сияқты. Бәлі айтасың. Бірақ көрш. Да, басынан көр. Қатысты істемей тұр. Давай, кел, шығамыз. Азамат, осы кадрда артынан аласың, жүре ма?
Biz hali Aqto'damiz. Syomkamiz жалғасуда. Rayonning qizlari degan kitob tushgan. Hamzam tushib yursin. Екіні күтіңіздер. Xudoy xolasa rayonning qizlari 2 film tushiriladi. Всем привет, ребята! В общем, Aqto'be, не знаю, қанша градус, но точно минус 40 парау точно, чем по мне кажется. Это ужасно, еще ветер далада. Далада жел болып отыр. Айта алмаймын, ощущение. Вот. Кешкі еще сағат 6-7. Міне достар, кино деген оңай емес. Кино үшін барлық нәрсе істейміз. Қазір екеуі мына столда отырып, осындай суықта бір-біріне махаббат жайлы еще айтып отырады. Не істеді деймін да бұл жерде отырып, үйге барып сөйлемей ме ол жайлы? Или офисте ма? Азамат ағай? Это ужасно, ребята. Так что, видеоблогқа лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Давайте, Азабро каналына подписаться етіп кетіңіздер. Не айтасыңдар? Еңбекті бағалап кетіңіздер. Лайк бас, подписка бас кетесіз. Қаттылап тастадым. Абай атамыз айтқан жоқ қойды. Махаббат бос хайуанға оны қосыңыз деп. Айгерім, жүрегіңе қайтаршы мен. Xudoy xolasa syomkamizni bari bitirib endi жалғасып жатырмыз. Өте керемет болды. Маска нешін тағып алдым десеңдер, күн суық, кетіп шығарамыз. Маска киіп көрейік екен. Ал міне Xudoy xolasa Шымкентке жеттік, сенбей жатырмыз. Ал міне келіп те жеттік Шымкентке. Өте керемет адам. Шымкентте погода өте керемет. Ертеңнен бастап футболкамен жүре берсек те болады екен. Ал ендеше барсаңызға сәттілік.